Осылай. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұлттық технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бұлттық есептеулер, ағылшынша cloud computing, қажетті конфигурацияланған есептегіш ресурстарға, мысалы мәлімет өткізетін желілерге, серверлерге, ақпарат сақтау құрылғыларына, тағы басқалар барлығына бірдей немесе бөлек-бөлек қай жерде болмасын, әрі ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету моделі. Бұлттық есептеу технологиясы бойынша қажетті IT ресурстарды төменгі эксплуатациялық шығындармен қолдануға мүмкіндік береді. Cloud компьютингді жүзеге асыратын серверлерді есептегіш бұлттар деп атайды. Бұлттық технологияларда жұмыс істеудің әдеттегі бағдарламалары мен жұмыс істеудегі басты айырмашылығы тұтынушы өз компьютерінің ресурстарын емес, өзіне интернет қызметі ретінде берілген шалғайдағы мықты серверлердің ресурстарын пайдалануда. Сол арқылы тұтынушы өз дереккөздерімен жұмыс істеуіне толық мүмкіндік алады. Ал бірақ сол дереккөздер орналасқан операциялық жүйеге, бағдарламалар базасына, есептегіш серверлердің жұмысына еш кедергі келтіріп, оны өзгерте алмайды. Бұлттық технологияны пайдаланудың тиімді жақтары. Үлкен ресурстарды қажет ететін қиын есептерді шешу үшін тұтынушы өзінде жоқ көптеген серверлерді, бағдарламаларды бұлттар тарапынан пайдалана алады. Тұтынушы кез келген жерден, кез келген уақытта интернетке қосылған, кез келген компьютерлік құрылғымен өз дереккөздерімен жұмыс істей алады. Тұтынушы компьютерлік құрылғының осалдығына, немесе оның сынып бұзылуына, немесе жұмыс істейтін бағдарламаның тоқтап бұзылып қалуына тәуелді болмайды. Тұтынушы өз дереккөздерімен басқа адамдармен еш қиындықсыз бөлісіп, сол дереккөздермен олармен бірге қосылып жұмыс істей алады. Есептегіш бұлттар, жеке бұлттар, аралас бұлттар, қоғамдық бұлттар, ортақ бұлттар болып бөлінеді. Жеке бұлттар, private cloud, жеке кәсіпорындарының өзіне ғана, сондағы жеке тұлғалар мен олардың тұтынушыларының жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Қоғамдық бұлттар, community cloud, ортақ мақсаттары бар қоғамдық тұтынушыларға арналған инфраструктура. Ортақ бұлттар, public cloud, көпшілікке арналған олардың интернетте еркін жұмыс істеуіне арналған инфраструктура. Аралас бұлттар, hybrid cloud, екі немесе одан да көп бұлт түрлерінің аралас комбинациясын атауға болады. Бұлттық есептеу қажетті конфигурацияланған есептегіш ресурстарға, мысалы мәлімет өткізетін желілерге, серверлерге, ақпарат сақтау құрылғыларына, тағы басқалар барлығына бірдей немесе бөлек-бөлек қай жерде болмасын, әрі ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету моделі. Бұлттық есептеу технологиясы бойынша қажетті IT ресурстарды төменгі эксплуатациялық шығындармен қолдануға мүмкіндік береді. Қолданбалы бағдарламалар, тұғыр, инфрақұрылым, серверлер, дербес компьютерлер, планшеттік компьютерлер, телефондар, ноутбуктар. Енді балалар, Mail.ru сайтында файлдарды жүктеп, бұлтта жүктеп, онымен қалай бөлісу керек екенін қарастырайық. Ол үшін Mail.ru сайтына кіреміз, және де өзіміздің почтамыздың кіреміз. Және почтаның төбе жағында бұлттың белгісі бар. Немесе астың бөлігінде де облако деп жазылған бұлттың белгісі бар. Осы екеуінің біреуіне кірсек болады. Менің почтам Mail.ru-да ашылып қойғандықтан, маған бірден өзімнің бұлт бөліміне кіріп кетті. Ал егер почталарың ашық болмаса, осы бағанағы бұлт белгісін басқанда почтаның логинін және паролін енгізу қажет болады. Енді бұл жерде создать дегенді басып, яғни құру, жаңа буманы құрып алсақ болады. Ол бірінші сынып деген папка құрайық. Создать и поделиться. Бұл жерімізде папкамыз бумамыз әзірге бос. Бұның ішіне файлды жүктеуіміз керек. Загрузить, яғни жүктеу дегенді басамыз. Файл таңдаймыз. Орнын көрсетеміз. Мысалға, компьютерлік модельдеу деген презентациямен бөліскім келетін болса, осыны таңдап алып, осы бумамызға жүктеймін. Міне жүктелді. Енді бумамызбен
басқа адамдармен бөлісу үшін міне поделиться деген белгі бар, яғни бөлісу деген белгі бар. Соның ішіне кіріп, мына жерде сілтемені көшіріп аламыз. Сілтемені көшіріп алып, бұл сілтемені мысалға WhatsApp арқылы, электронды поштама, осындай сілтемені жіберсек болады. Яғни осыны сілтемені баса отырып, қолданушы бағанағы бұлтқа жүктеген файлдарымызды қолдана алады екен. Назарларыңа рахмет.